Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында өте дәмді донор жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттардың барлығын толық төменге описание бөліміне жазып кететін боламын. Алдымен тауықтың төс етін ұсақтап, яғни соломка етіп турап шығамыз. Етімізді шұңғыл ыдысқа салып, дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және де үстіне 2 ас қасық соя соусын қосып, жақсылап барлығын бұлғап қоямыз. Қызып тұрған пешіміздің үстіне табамызды қойып, үстіне сұйық майымызды құйып, етімізді қуыратын боламыз. Етіміз қызарып қуырылғаннан кейін үстіне соя соусын қосып, қақпағын жауып, толықтай пісіріп аламыз. Пюремізді жасауға кірісеміз. Алдымен картоплымызды соломка етіп турап аламыз. Осыдан кейін салқын сумен картоплымыздың крахмалы шыққанша жақсы етіп бірнеше қайтара жуып аламыз. Одан кейін картоплымызды жақсы етіп толық кептіріп алатын боламыз. Пешіміздің үстіне кастрөлімізді қойып, сұйық майымызды құйып, қыздырып алатын боламыз. Майымыз толық қызғаннан кейін үстіне картоптарымызды салып, жақсы етіп қызарғанша пісіріп аламыз. Картоптарымызды қуырған кезде әр 2 минут сайын осылай араластырып тұрамыз. Видеода бірінші қуырған кезде картоптарыма тұз, бұрышты салуға ұмытып кетіппін. Сондықтан екінші лекке көбірек салып, барлығын бірге араластырып жібердім. Сіздер салуға ұмытпаңыздар. Міне картоптан фриларымыз қызарып күшті болып пісті. Енді оның барлығын қағаз сүлгіге салып алатын боламыз. Көкөністерден қияр және қызанақты қосатын боламын. Барлығын соломка етіп турап аламын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша маринованный огурцы немесе корейский салат қоссаңыздар да болады. Міне барлық құрамы дайын болып қалды. Енді соусымызды жасайтын боламыз. Ол үшін бізге майонез және де томат пастасын қостым. Немесе оның орнына кетчуп қоссаңыздар да болады. Енді донорымызды жинайтын боламыз. Алдымен соусымызды молынан салып, үстіне барлық құрамын салып шығамыз. Мен бастапқы үлкен донорлардың барлығы видеоға түспей қалыпты. Сондықтан кішкентай қызыма арналған донордың видеосын көрсетіп отырмын. Донорымызды ораған кезде алдымен 2 жағын осылай бір-біріне беттестіріп, одан кейін салмасын жинақтап, осылай орап шығамыз. Енді лавашымыздың сырты хрустящий болу үшін табаға аздап қана сырт жақтарын қызартып алатын боламыз. Міне біздің донорымыз дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, пікіріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.